Бірақ Әбдібеков әр жолы есебін толықтырып оралатын. Көп замай оның ерлігі туралы бүкіл одақтық радио хабарлап, Майдан газеттері жаза бастады. Қазақ мергеннің даңқы полк шегінен асып алысқа тарады. 1943 жылдың наурызында ол ауыр жараланды. Көпшілік оның Майдан жолы осымен аяқталды деп ойлады. Алайда госпитальдан кейін Әбдібеков өз бөліміне қайта оралды. Неміс мергендерімен тайталас жүріп жатқан Майдан шебіне келді. Ол кезде Әбдібеков жай ғана мерген емес еді. Майданда шыңдалған тәжірибесін жас жауынгерлерге үйретіп, оларды баулыды, сабыр сақтауды, шебер бүркенуді және өзгелер байқамайтын нәрселерді аңғара білуді үйретті. Соғыс жылдарында ол 32 мерген даярлады. Ал оның жеке мергендік есебі тоқтаусыз өсіп отырды. Жойған жауларының саны 400-ге жуықтады. 1944 жылдың ақпанына қарай Төлеуғали Әбдібеков Қызыл армияның ең нәтижелі мергендерінің қатарына енді. Бірақ оның Майдандағы соңғы шайқасы да жақындап қалған еді. Сол жылдың 22 ақпанында оның соңғы жекпе-жегі басталды. Төлеуғали кезекті тапсырмасына шықты. Ал қарсы бетте дәл өзі секілді сабырлы, тәжірибелі әрі аса қауіпті неміс мергені аңдып жатқан еді.